Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Energy Time, студияда Аяжан Абдықалық. Қазіргі кезде адам өмірін электр қуатынсыз елестету қиын. Ал электр қауіпсіздігін сақтамау одан да қиын жағдайға келіп соғады. Электр тоғы өте қауіпті болғандықтан, онымен жасалған әрбір қадам аса мұқияттылықпен жасалуы тиіс. Осыған орай мекемемізде жазатайым оқиғаларды болдырмас үшін әрбір бөлімде әр бейсенбі күні техникалық қауіпсіздікті сақтау бойынша жаттығулар мен түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Техникалық қауіпсіздік тақырыбына аса мән беретін бөлімдердің бірі қалалық электр желілері учаскесінің оперативті диспетчерлік қызметі болып саналады. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік сақтау мақсатында электромонтерлерге және диспетчерлерге бір сағаттық электр қондырғыларын жерлендіру қондырғылары не үшін қажет және қандай мақсатта қолданылады, сол туралы айтып түсіндірдім. Қауіпсіздік ережелерін білу электр тоғымен жұмыс жасайтын жандарға ғана емес, мекеменің әрбір қызметкері үшін міндет болып саналады. Осыған орай мекеменің ыстық тағам цехы қызметкерлерімен өртке қарсы жаттығу жұмыстары жүргізілді. У нас проводились обучения по противопожарной. Сегодня нас обучали, как тушить огонь. В количестве 4 человек мы сегодня провели лекции и практику. Сонымен қатар мекеме ішінде спорттық спартакиада сайысы өткізілді. Сайыс барысы жөнінде спартакиада ұйымдастырушысы Данияр Қайратұлынан ақпарат алған болатынбыз. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі спартакиада ойындары жақсы дайындықпен жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Әр ойын өз алдына өте тартысты болды. Жалпы сайыс 5 түрлі спорт бағытында өтті. Олар шахмат, үстел теннисі, жүзу, волейбол және футбол. Жалпы айтқанда 8 топ бақ сынасты. Сайыс нәтижесі бойынша командалық есеппен Ақтөбе қалалық электр желілері басқармасының командасы жүлделі 1-ші орынды иеленді. Ал 2-ші орынды Байғанин электр желілері учаскесі қанжығаларына байлады. Және тартысты ойын көрсетіп, жеке тұлғаларға қатысты қалалық инспекциясының командасы 3-ші орынды иеленді. Барлық қатысқан командалар арнайы мадақтама мен ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Сайыста әр спорт бағыты бойынша алға суырылып шыққан қатысушылардан біздің мекеменің құрамасы құрылды. Алдағы уақытта Ақтөбе облысы энергомекемелері арасында өтетін спартакиадаға осы құрама қатысатын болады. Әр аптаның жұма күнінде мекеме қызметкерлері қазақы нақыштағы киімді заманауи сәнмен ұштастырып, ұлттық оюымызды дәріптеуді жалғастырып келеді. Бұл қазақ стайл дәстүрі ендігі тек қаламызда ғана емес, аудандық электр желілері учаскелерінде де қалыптасып келеді. Осы ерекше күнде арнайы тікелей байланыста Хромтау аудандық электр желілері учаскесінде әріптесім Әдемі Сайлаубай. Әдемі, сіз эфирдесіз. Біз дәл қазір Хромтау ауданындамыз. Мұндағы қызметкерлер қазақылықтың иісі шығып, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін әрбір дәстүрді қолдайтындарын білдірді. Мекемеде осындай дәстүрлерді өткізілуін мен қолдаймын. 18 жыл қызмет өтілінде осы салада бұндай шаралар өте сирек орын алатын. Бүгінгі күні ұлттық құндылықтарды дәріптейтін ерекше шараларды қолға алынып жатқанына өте қуантады адамды. Біз өз кезегімізде осы секілді дәстүрлерді қолдауға дайынбыз. Мекемедегі әр бөлім мен әрбір қызметкер тұтынушылардың еш қиындықсыз электр қуатын алу үшін атсалысады. IT бөлімінің бригадасының көмегімен істен шыққан маршрутизаторды ауыстыру жұмысы жүргізілді. IT қызметінің Аскоя бригадасы РУ-04 кВт РП-11-де істен шыққан маршрутизаторды ауыстырды. Бұл маршрутизатор осы РП-дан қуат алатын абоненттерден тікелей орнатылған есептеу құралдарынан тұтынылған электроэнергиясы туралы ақпаратты автоматты түрде жинауға арналған. Жұмыстар қауіпсіздік техникасының барлық нормалары мен ережелерін сақтай отырып жүргізілді. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үйде және тұрмыста қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады.
Балалар қауіпсіздігі жөніндегі ережелерді біздің ресми Instagram парақшамыздан оқи аласыздар. Бұдан бөлек, бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба алатындарыңызды естеріңізге саламыз. Бағдарламаның келесі шығарылымын жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліңіздер. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғын ажыратуды ұмытпаңыздар. Динара Манарбекқызы, Аяжан Әбдіқалық, Әдемі Сайлаубай.